Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін нағыз ыстық кезде таптырмас шөліңізді бірден басатын керемет лимонадтың рецептісін ұсынамын. Бұл лимонадты жасау өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен сырты тазаланған лимонды осылай екі бөлігін аламыз. Апельсин қажет болады. Оны да сыртын жуып тазалап, оның екі бөлігін аласыздар. Содан соң мята қажет болады. Жуып тазаланған свежий мятаның жапырақшаларын бөліп аламыз. Мятаның иісі өте керемет және дәмде, осы лимонадқа керемет дәм беретін осы мятаның жапырақтары. Көбірек қып қоса берсеңіздер болады. Бөліп алғаннан соң дайындайтын ыдысымызға осы бөліп қойған фруктыларымыздың барлығын салып шығамыз. Апельсин, лимон, мятаны салып болғаннан соң алдын ала қатырып қойған мұзды саламыз. Мұзды салмасаңыз да болады, енді өзіңіз білесіз. Салсаңыз керемет бір мұздай дәм береді. Кәдімгі судан қатырылған мұз, осыларды саламын. Содан соң газдалған сусын, сарыағаш қоссаңыз да болады, немесе осындай спрайт қоссаңыз да болады. Мен сарыағаш қостым. Спрайт қоссаңыз да дәмі кіре береді, ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Содан соң арнайы сироп, менде клубника дәмімен осыдан керек мөлшерінше қосасыздар. Егер сізде басқа да түрі болса, киви, лайм, апельсин, лимон деген сияқты әр түрлісі болады. Соларды да қоса беріңіздер. Дәл осы құраммен сол қосқан өзіңіздің сиробыңыздың дәмі шығып, әдемі лимонад сусын болып шығады. Бір алып қойсаңыздар, көп рет жасауға жетеді. Бұл лимонадтардың бір стаканның өзі кафе, ресторандарда 1000 теңгеден жоғары болмаса кем емес. Ал өзіңіз осылай бір алып қойып, қайта-қайта жасап ішсеңіз өте керемет. Үйдегі балаларыңызға жасап берсеңіздер де таза сусын, мұз қоспай осылай жасап беруге де болады, егер мұздайды жақсы көрмесе. Ал жазды күні өзіңіз осылай жасап, мұздатып қойып ішсеңіздер өте керемет. Алдағы ыстық уақыттарда таптырмас сусындардың бірі. Барлығын турап, үстіне салып, жақсылап араластырып жібересіздер. Сонымен сусындарыңыз дайын болады. Ешқандай да уақытты алмайды. Тез-тез жасап қоя саласыздар. Жасап көріңіздер. Менің жасаған видеом ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса кетсеңіздер қуанамын. Алдағы уақытта көптеген рецепттер саламын. Басқа да рецепттер салғанмын, оларды да көріп шықсаңыздар болады. Менің каналымды қолдап өтіңіздер. Көргендеріңізге көптен көп рахмет. Ас болсын.